Ассалаумағалейкум, құрметті достар, футбол өмірі каналына қош келдіңіз. Бүгінгі видеомда Эрлинг Холланд жайлы сіз білмеген 12 мәлімдемені айтатын боламын. Шығу тегі норвегиялық, бірақ Англияда туылған. Оның жасы 22-де, жұлдызнамасы бойынша Месси сияқты шаян болып келеді. Ол әкесі ойнаған Манчестер Сити мен Лидс командаларының жанкүйері. Эрлинг Оле Гуннар Сульшердің шәкірті. Оның басшылығымен Мальме командасында ойнады. Сульшер Манчестер Юнайтед сапына ауысып кетсе де Холландты көп мақтады. Зальцбург командасына кетпестен бұрын Ювентус Холландқа қызығушылық танытты, бірақ Эрлинг Туринге баруға әлі ерте деп шешті. Оның екі агенті бар. Оның әкесі және өмірден жақында кеткен Мина Райола. Холландтың бойы Жерар Пике мен Маруан Феллайнидің бойымен бірдей, 194 см. Оның бала кездегі кумирлері Златан Ибрагимович және Суонси командасында ойнаған Мичел. Холланд бір матчта 9 гол соқты. Бұл жасөспірімдер арасында әлем чемпионатында Гондурасқа қарсы ойында болған еді. Чемпиондар лигасының дебюттік матчында хет-трик жасады. Бельгиялық Генк командасына қарсы кездесуде болды. 2019 жылы 29 желтоқсанда Дортмундық Боруссияға ауысты. Дебюттік матчында хет-трик жасады. Холландтың арманы Криштиану Роналдумен кездесіп, оған әрқашан үлгі болғанын айту. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпайық. Бұйырса, алдағы уақытта видеолар күтіңіз.